Төртінші бөлім. Коуч күнделік. Адамның ең үлкен ұстазы өзі. Кез келген адам өзін тәрбиелеп, дұрыс әрекеттер жасаса, діттеген мақсаттарына қол жеткізе алады. Өзіңмен жұмыс істеу өмірдегі ең қиын іс, бірақ нәтижесі тәтті. Сіз өзіңізден кез келген адамды қалыптастырып ала аласыз. Өз әрекетіңізбен, әдеттеріңізбен өмірдегі ең сорлы адамға айналу сіз үшін қиын емес. Ақылды, білімді, табысты, саналы тұлғаға айналу да өз қолыңызда. Бірақ өзіңмен жұмыс істеу тұрақты ізденістен, үздіксіз әрекеттен тұрады. Суреттегі жан секілді өзіңіздің ең идеалды нұсқаңызды тудыра аласыз. Коуч күнделік сіздің жаңа идеалды нұсқаңызға апаратын дара жол. Мұнда сіз өз-өзіңізге ұстазсыз. Өзіңізге наставниксіз. Кітапта берілген ақпараттарды қолданып, нәтижелі жұмыс істеу тек өзіңіздің қолыңызда. Күн сайын арнайы техникаларды орындай отырып, өміріңізді жеңілдетіңіз. Күнделікті кестелерді толтыру арқылы 21 күннің ішінде жаңа адамды қалыптастырыңыз. Өз өміріңнің жауапкершілігі сенің қолыңда. Мен саған сенемін. Ал ең бастысы сенің өзіңе деген сенімің. Қолыңызға беріліп тұрған мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Арманыңыздағы адамға айналдыратын қадамдарды жасауды бүгіннен бастаңыз. Бірінші. Жеңіл қадам техникасы. Біздің энергиямызды аяқталмаған істер жеп қояды. Кейде арман мен мақсаттарымызға жету үшін жай ғана алғашқы қадамды жасау керек. Үлкен істің жоспарын, мақсатыңыздың объемын көрген кезде ми автоматты түрде қиын деп қабылдайды. Қиын істі алып тастап, жасап тастауға желкеңіз жар бермей, қаншама уақытты өлтіргеніңізді өзіңіз де байқамай қаласыз. Ал кейінге қалдырылған, әлі кіріспеген істер энергияңызды ала бастайды. Егер сіз де кей істерге кірісу үшін уақыт таппай, түрлі сылтаумен өзіңізді алдаусыратып жүрсеңіз, дәл қазір бастаңыз. Қорқынышты көрініп кетті ме? Қалайша қаншама уақыт бойы шегеріп келген істі қазір бастайсыз? Миыңыз автоматты түрде кері реакция бергені анық. Жеңіл қадам техникасы миыңызға салмақ салмай, істі жеңілдету үшін таптырмайтын жол. Ең алдымен дәл қазір көптен бері істеу керек, бастауым керек еді деп жүрген істердің жай ғана тізімін жазып шығыңыз. Мысалы, бизнес бастауым керек, қосымша табыс көзін табу керек, спортты қолға алайын, кітап жазып бастағым келеді, ренжіскен адамдарымның бәрінен кешірім сұрап шығайын. Енді келесі қадамға көшейік. Дәл қазір жазылған жұмыстарыңызға бір қадам жасау керек. Яғни, бизнес бастағыңыз келіп жүрсе, қазір интернетке жазып, осы жылы өтімді салалардың топ 10-ын көріп, танысып шығыңыз. Өзіңізге жақын салаларды таңдаңыз. Қосымша табыс тапқыңыз келсе, HH сайтына тіркеліп, түйіндемеңізді жаңартыңыз. 1-2 жұмыс орнына онлайн өтінім тастап көріңіз. Спортты қолға алғыңыз келіп жүрсе, спорттық киімдеріңізді дайындап қойыңыз. Кітап жазып бастағыңыз келсе, қағазды алып алғашқы сөйлемін жазыңыз. Кешірім сұрағыңыз келіп жүрсе, жай ғана телефонда алыңыз да хабарласыңыз. Дәл қазір бір жеңіл қадам жасап қойыңыз. Оның ауқымы маңызды емес. Ең бастысы сіз бастадыңыз. Дәл осы тапсырманы орындамай келесі бетке өтпеңіз. Есіңізде болсын, көпті білген адам емес, білгенін іске асырған адам ғана ұтады. Мен бұл техникамен Америкада өткен сабақтарда таныстым. Ұстаздардың тапсырмасы бойынша жоғарыдағы тізімді жазып шықтық. Кітап жазуды қаншама уақыт бойы мақсат қылып жүрген едім. Ойымда жүрсе де осы іске кірісіп, кітапты жарыққа шығарудың реті келмей жүреді. Дәл сол сәтте осы кітаптың бірінші сөйлемін жаздым. Нәтижесі міне, сіздің қолыңызда тұр. Алысқа барып кейінге қалдырып қиындатпаңыз. Сізге барлығы жеңіл болсын деп, осы жерге арнайы орында қалдырып кетем. Дәл қазір осы сәтте бастап кетіңіз. Мен бастай алмай жүрген істер. Менің алғашқы қадамым. Енді осы техниканы орындап болғаннан кейінгі әсеріңізді жазыңыз. Екінші. Босату техникасы. Біздің айналамызда артық дүниелер өте көп.
Артық әңгіме, бос сөз, киілмейтін киім, ұсталмайтын сөмке, ескі қағаздар, оқылмайтын кітаптар. Өзіміз пайдаланбасақ та айналамызға барлығын жинай беруге құмармыз. Адамның табиғатының өзі солай екен. Ал біздің қазақта бұл айтпасақ та бар. Босату техникасы ең қарапайым техникалардың бірі. Бірақ орындалған соң миың да, өзің де тазаланып, өмірдің сапасы артып кеткені анық байқалады. Ең бірінші ереже өзіңді, айналаңды тазалау. Киілмейтін киімдерден бастаңыз. Керек болып қалар деп, бірақ мүлде кимейтін киімдерді тастаңыз, таратып беріңіз. Осы күнге дейін керек болмаған киім енді керек болмайды. Есіңізде болсын, ескіден арылып, орын босатқанда ғана жаңа дүние келеді. Жұмыс үстеліңізді реттеңіз. Қолданбайтын канцелярлық өлімдерді алып тастаңыз. Шимайланған қағаздарды, керек емес блокноттардан арылыңыз. Сиясы таусылған қалам саптарды қоқысқа жіберіңіз. Офисіңіз, орныңыз хаос болып жатқанда өнімді тірлік болып іс бітуі қиындау. Миыңыз қабылдап тұрған айналасындағы жүйесіздіктің өзінен шаршап кетеді. Ноутбук. Егер сабағыңыз, жұмысыңыз компьютермен байланысты болса, оған да бір назар аударып қойыңыз. Басты беттегі файлдарды бірнеше файлға реттеп салыңыз. Жүктеліп, бірақ көрілмейтін фильмдерді, оқылмайтын электронды кітаптарды өшіріңіз. Қазір біздің қолымыздағы телефон 13-ші мүшемізге айналып кеткен сияқты. Бізбен 24/7 бірге болатын жалғыз дүние ұялы телефон. Сондықтан оған да мән беріп қойыңыз. Бір түсіргенде 20-30 кадр жасап, біреуі ғана ұнайтын суреттерді өшіріңіз. Әсіресе қыздар қауымы үшін таныс жағдай. Қолданбайтын мобильді қосымшаларды өшіріңіз. Чаттарды тазартыңыз. Тіпті Instagram желісіндегі оқитын адамдарыңызды да бір қарап жаңартып шығыңыз. Қаншама адамға жай ғана тіркеліп алғаныңызды түсінесіз. Айналаңызды артық заттардан тазартқан кезде миыңыздың да босап, жеңілдеп қалғанын байқайсыз. Біз негізі жоқ жерден мәселе шығарып қиналып жүреміз. Өзіміз байқамай қаншама артық жүкті көтеріп жүрміз. Сақтамаңыз, тазалаңыз, босатыңыз. Үшінші. Парыз техникасы. Лұқман Хәкім қарыз жүгінің астынша езілгенше тас тасыған жақсы деп айтып кеткен екен. Қарыз алсақ, одан құтылуға асығамыз ғой. Негізі қарыз тек қаржы есебінде ақшалай ғана болмайды. Біздің берген уәделерімізде қарыз сипатында қарауға болады. Кейде адамдар неге қайта-қайта қарызға кіріп кете беретінін түсінбейді. Ең алдымен қарыздан толық құтылуға тек финанс жағынан қарамау керек. Сіздің өзіңізге берген, бірақ орындалмай қалған уәделеріңіз де өтелмеген қарызбен тең. Орын қалды, басқаларға берген уәделеріңізді де есіңізге алыңыз. Оның барлығы сіздің уәдеңіз. Ал қазақта уәде Құдай сөзі деген бар. Аңдамай айтылса да, ұмытылып кетсе де, кез келген уәденің үлкен салмағы бар. Сондықтан бүгін парыз техникасын орындаймыз. Бірінші өзіңізге берген уәделеріңізді жазып шығыңыз. Ертеңнен бастап ерте тұрамын дедіңіз. Ол жайында қалды. Теріс мінезімді тастаймын деп алып, қолыңыздан келмей жүр. Осы жұмысты бітірсем жақсылап демаламын дедіңіз де, уәдеңізді ұмытып, артынша басқа жобаға кірісіп кеттіңіз. Дұрыс тамақтанамын деп, фастфудты қимай, зиянды сусындардан бас тарта алмай жүрсіз. Барлық өзіңізге берген, бірақ орындалмай қалған армандарыңызды жазып шығыңыз. Тізіміңіз көбейіп кетіп жатса, таң қалмаңыз. Одан ұялып қысылмаңыз да. Ең бастысы, өзіңізге шынайы болыңыз. Мойындаңыз. Осы тапсырманы аяқтаған соң, екінші этапқа көшеміз. Келесі тапсырма, өзгелерге берген уәделеріңізді тізіп шығыңыз. Үйдегі кішкентайларға қыдырдамын деп айтып, бармай қалдыңыздар. Жомарт болып жақын адамыңызға саған осыны алып беремін деп сыйлық атап қойдыңыз. Кіріп шығамын деп жақыныңыздың үйіне, досыңыздың офисіне бармай жүрсіз. Тағы да сол сияқты. Ең құнды валюта – энергия. Қазір барлығы энергияны қайдан аламыз деп ізденіп жүр. Негізі энергия барлық адамда бар. Бірақ біз өзіміз сол энергияны дұрыс қолданбай төгіп шашып аламыз. Энергияны ысырап қылатын факторлардың бірі орындалмаған уәделер.
барлық уәделерді жазып шыққан соң бір-бірлеп орындап шығасыз. Ең бастысы, сіз қағазға түсіріп, жазып шығу арқылы миыңызға тапсырма бересіз. Ми өзінің алдына қойылған тапсырмаларды ғана орындайды. Менің айтылып, бірақ орындалмаған уәделерімнің тізімі. Бұл жолы да уәделеріңіз орындалмай қалмау үшін өзіңізге нақты мерзіммен бекітіп алыңыз. 4. Жасыл қалам техникасы. Біздің өміріміз позитивті және негативті эмоциялардан тұрады. Адам қоршаған ортадан не көргісі келеді, соны ғана байқайды. Тырнақ астынан кір іздеп жүрсеңіз, ең таза жерден де ілік табуға болады. Қаласаңыз, жайқалып тұрған гүлдердің арасынан арам шөптерді көруге болады. Көргісі келген адам бұлттың артына жасырылған күннің сәулесінде көреді. Жалпы адамның фокусы қай жерде, ол сол дүниені өзіне тартады. Жақсылық іздесеңіз, өміріңізде қуаныш көбейеді. Таңертең оянып, жаңбыр жауып тұрған ауа райына қарап, Құдай-ау, қолшатырымда жоқ, аяқ киімімнің бәрі бүлінетін болды деп арыз айтуға да болады. Екінші жағы, бүгін Алланың нұры жауып тұр екен, ауа тазарып, күшті болып қалыпты деп қуанышпен қарауға да болады. Екеуі де бір ауа райы, бірақ кімнің қалай қабылдайтыны әркімнің өз еншісінде. Келесі техниканың аты жасыл қалам. Күні бойы барлық істен, барлық жерден тек қана плюс іздейсіз. Яғни фокусыңызды тек жақсы жағына, артықшылығына бұрасыз. Қалың қар жауыпты, айнала қандай әдемі болып тұр. Бүгін шулаған дауыстан оянып кеттім. Жақсы болды, таңғы асымда асықпай ішіп алатын болдым. Мына есікті әдемі түске бояп қойыпты. Жаңарып қалғаны жақсы болған екен. Ең бастысы, бір күн бойы барлық нәрсенің, кез келген жағдайдың жақсы жағын көріп жүріңіз. Жоқ болса тауып алыңыз, таба алмасаңыз ойдан шығарыңыз. Ең бастысы, миыңызға тек плюс сигнал жіберіңіз. Біз нені көп айтамыз, нені көп байқаймыз, өмірімізге соны тартамыз. Осыны үнемі есте сақтаңыз. Жақсылық, қуаныш көп болсын, бақытты болғым келеді десеңіз, енді сіз не істеу керек екенін білесіз. Алдымен бұл техниканы бір күн жасап көріңіз. Кейін ақырындап әдетке айналдырыңыз. Есесіне өміріңізде аяқ астынан тосын сый, қуаныш көбейіп, жолы болғыш адам боласыз. Сәттілік серігіңізге айналады. Бүгін жасыл қаламыңыз жазып алған позитивті көріністер мен оқиғалар тізімін жазып қойыңыз. 5. Қабылдау техникасы. Біздің өміріміздің бастауы ата-анамызда жатыр. Кез келген адамның өмірінде әкесі мен анасы ең басты адамдар. Қазір күресіп жүрген травмаларымыз, установкаларымыздың барлығы бала кезде пайда болған. Әрине, ол барлық адамда бар. Балалық шағы идеальны өткен ешкім жоқ. Кез келген ата-ана баласы үшін барын береді. Бірақ білмегендіктен немесе байқамағандықтан бала кезінде жанға салып алған түрлі жаралар болады. Оған ата-ананың еш кінәсі жоқ. Салт-дәстүр, әлеуметтік жағдай, мінез, күйбең тіршілік секілді түрлі факторлар әсерінен бала мен ата-ананың арасында көзге көрінбейтін кедергілер пайда болады. Оған біздің қазақи менталитеттің элементтерін де қосып қойсақ болады. Жалпы, біздің қоғамда ата-анасына «мен сізді жақсы көремін» деп еркін айта алмайтын адамдар да бар. Менің әке-шешеммен қарым-қатынасым өте жақсы деген адамның өзінің ішінде бір тығылып жатқан өкпе реніш болуы мүмкін. Өзіңіздің ата-анаңызбен қарым-қатынасыңызды бір ой елегінен өткізіп көріңіз. Қаншалықты ата-анаңызға жақынсыз? Оларға деген ішке тығылып жатқан қандай ренішіңіз бар? Анаңыз бен әкеңізге не үшін алғыс айтқыңыз келеді? Осы 3 сұраққа жауап бере отырып, барлық ойыңызды қағаз бетіне жазыңыз. Қандай сезімдесіз? Бәрін қағазға түсіріңіз. Арнайы ата-анаңызға арнап хат жазыңыз. Не айтқыңыз келеді, не айтар едіңіз? Тыныш, ыңғайлы орынға жайғасып алыңыз да, ол кісілерге хат жазыңыз. Хатты оларға беру-бермеу өз еркіңізде. Оларға жіберсеңіз болады. Жазып болған соң жыртып, тастап жіберуіңізге де болады. Ең бастысы, хатты жазып болған соң, алыста болсаңыз, екеуіне жеке-жеке қоңырау шалыңыз. Жақсы көретініңізді айтыңыз. Бір батасын алып қойыңыз.
Үйде болсаңыз, көзбе-көз айтыңыз, бетінен сүйіп құшақтаңыз. Бұл ата-ананы қабылдау техникасы. Өміріңіздің діңгегін қабылдаған тұста, өмір өзеніңіздің ағысы бір ізге түседі. Егер әкеңіз бен анаңыз өмірден өтіп кеткен болса, хат жазып болған соң, жақсы көретініңізді дауыстап айтыңыз. Алғысыңызды білдіріңіз. Бұл техниканы бөлек қағазда жасаңыз. Ақ түсті А4 парағы болса, тіпті жақсы. Соңғы хат техникасы. Бұл техниканы орындау үшін оңаша болуыңыз өте маңызды. Жеке болмасаңыз, немесе үйде басқа адамдар болса, олардан біраз уақыт мазаламауын сұраңыз. Ең бастысы ескертіп қойыңыз. Соңғы хаттың аты айтып тұрғандай, қолыңызға қағаз бен қалам алып, өміріңіздің соңғы хатын жазыңыз. Әрине бұл олай емес, бірақ сіздің осы сәтте сол сезімді сезінуіңіз маңызды. Хатты ең жақын адамыңызға жазасыз. Ол анаңыз, досыңыз, сүйіктіңіз немесе бауырыңыз болуы мүмкін. Ең бастысы жақын адамыңыз болсын. Соңғы хат ол қоштасу хаты ғой. Асықпай, шынайы сезініп отырып жазыңыз. Уақытта шектеу жоқ. Хатты жазып болған соң, өзіңіз қайта бір оқып шығыңыз. Сіздің қазір уайымда жүргеніңіздің мәні бар ма екен? Өміріңіздегі ең басты құндылық не екен? Ең бағалы адамдарыңыздың қадіріне жете алып жүрмекенсіз? Нені бұрыс, нені дұрыс жасап жүргендігіңізге анализ жасаңыз. Дәл осы техниканың эффектісі өте жақсы. Сондықтан миыңыз қарсыласса да міндетті түрде орындаңыз. Хатты жыртып тастауға болады, сақтап қоймаңыз. Бұл техниканы бөлек қағазда жасаңыз. Ақ түсті А4 парағы болса өте жақсы. 7. Әкеге хат техникасы. Келесі техника басқа тапсырмаларға ұқсас болып көрінгенімен өзінің орындалу реті бар. Ұл бала әкеге қарап ер жетеді. Қыз әкеге еркелеп, әкенің махаббатына тойып бой жетуі керек. Сондықтан ұлдың да, қыздың да өмірінде әке үлкен рөл ойнайды. Әкенің тәрбиесін 100 мектеп бере алмайды деген сөз бекер айтылмаған. Біз әдетте аналарымызға жақын болып өсеміз де, әкеден аяқ тартамыз. Әйел адам болған соң, ананың мейір махаббаты, қарым-қатынасы өте жақын болады, ал әке түздің адамы. Әрі ер адам эмоцияның адамы болмаған соң, қарым-қатынас ашық, жақын бола бермеуі мүмкін. Әкеге хат техникасын орындаудың өз реті бар. Алдымен әкеңізге деген реніштеріңізді жазып шығасыз. Менің әкеме ешқандай өкпем жоқ деп бұл тапсырманы орындаусыз қалдырмаңыз. Осы техниканы орындаған соң бір қыз күліп, бала кездегі бір оқиғасын еске алып айтып келді. Кішкентай кезінде оған әкесі, менің Арманай деген қызым бар, сен көп тентектік қыла берсең, сол қызыма кетіп қаламын деп бірнеше рет айтқан екен. Бала ғой деп ойын ретінде айтылса да, кейін бой жеткен соң, оның бойында сол қорқыныш қалып қойыпты. Үнемі әкем бізді тастап кетеді. Егер жақсы қыз болмасам, әкеме керек емеспін деген бейсанасындағы оймен, қорқынышпен келген. Әкесінің бір ауыз менің қызым жарайсың деп мақтағанын есту үшін өзіне ұнамайтын спортқа барған. Өзі жақсы көрмесе де әкесінің мақтанышы болу үшін крутой мамандықты бітірген. 24 жасына дейін өзін керек сезіну жолында ғана жүрген қой. Басында ол да әкеммен қарым-қатынасым өте жақсы деп тапсырманы орындаудан қашып еді. Кейін өзінің ішінде үнемі әкесіне сен мені бар болғаным үшін керек етпедің деген ойы бар екенін түсінді. Содан кейін ғана осы жасына дейін ішінде ұстап келген қысымы басылып, жеңіл өмір сүре бастады. Екінші этапта әкеңізге алғыс жазыңыз. Тіпті әкеңізді көрмеген болсаңыз да рахмет айтатын себеп тауып алыңыз. Соңғы этапта кешірім сұрайсыз. Кешірім сұрағанда да кешірші деген бұйрықтар қолданбаңыз. Оған шарт қоймаңыз. Кешірім сұраймын, кешіре аласыз ба деп сұраңыз. Өзіңіздің атыңыздан жазыңыз. Бұл менің өмірімді жеңілдеткен, әкеммен қарым-қатынасымның жақсаруына көмектескен техника. Сондықтан міндетті түрде орындаңыз. Нәтижесі бірден білінеді. Егер қолыңыздан келсе, әкеңіздің өзіне барып та рахмет айтып кешірім сұраңыз. Бұл тым қиынға соғып жатса, осы техникадағыдай қағазға түсіріңіз.
Бұйырса бетпе-бет бәрін ашық жеңіл айтып, араларыңыз жақындайтын күн де туады. 8-ші жария челленджі. Челлендж өте қарапайым әрі өте қызық. Негізі жасаған жақсылықты көрсетпей жасау керек. Бірақ кейде өзіңе жақсылық жасау үшін оны жария етуге тура келеді. Мысалы, кейде ертеңнен бастаймын дейсің де, кейін күніне 1040 сылтау айтып, өзіңе кешіріммен қарап созып жүре бересің. Ерік-жігерің мықты болмаса, өзің берген 95% сөзің орындалмай қалады. Ал қалай өзіңді өзгертуге болады? Сөзіңнің эффектісін қалай көбейтесің? Артқа қайтатын, бас тартатын, сылтау айтатын жол қалдырмаған кезде. Мысалы, ертеңнен бастап күніне 10.000 қадам жүремін деп айттыңыз. Оны әлеуметтік желіде бөлісіңіз. Күнделікті кешке есебіңізді салып тұрыңыз. Егер есеп беруді ұмытып кетсеңіз, немесе 10.000 қадам жасамай қалсаңыз, оқырмандарыңыз сізге штраф салсын. Штраф кәдімгідей жаныңызға бататын көлемде болу керек. Стористе бәрін ашық айтыңыз. 21 күн осындай әдет қалыптастырамын. Арнайы челлендж жариялап отырамын. Күнделікті осында есеп салып отырамын. Егер есеп жібермесем, маған штраф саласыздар деп шартын толық түсіндіріңіз. Бұл тәсілмен 21 күн өте тез оңай өтіп кетеді. Неге? Себебі сіздің миыңыз мұны тапсырма, қиындық деп қабылдамайды. Жай ғана ойын түрінде, қызықты форматта жеңіл жүреді. Егер бәрінің алдына шығуға қысылсаңыз, Инстаграмның жақын дос функциясын қолдансаңыз болады. 9-ші жетістік техникасы. Біз барлығын құнсыздандыруға құмармыз. Армандаймыз, мақсат қойып, одан кейін бас салып әрекет қыламыз. Әрине бұл дұрыс. Дегенмен үлкен мақсаттардың жолында қаншама жетістіктеріміз көлеңкеде қалып кетеді. Өмір болған соң барлығы идеалды форматта бола бермейді. Талай құлаймыз, қателесеміз, сынақтар шығады. Бірінен кейін бірі қаншама сынақтар алдынан шыққан сайын адамның еңсесі түсе бастайды. Өзін-өзі бағалауы төмендейді. Бірінен кейін бір соққыны алған сайын беріле салу деген ойлар келе бастайды. Оның алдын алмаса, арты депрессияға келіп соғуы мүмкін. Адам баласы болған соң уайым, стресс, күдік секілді неше түрлі эмоциялардың болуы қалыпты. Бірақ бір ғана беріле салу адамның өз-өзіне деген сенімін сындырып кетеді. Өмірде осының ғана жолы болмайтындай, қолынан түк келмейтіндей көрініп, салы суға кете бастайды. Одан бөлек бұл жағдайдан шығып, осы сезімдерден арылып, сенімділігін қалпына келтірем дегенше қанша уақытын жоғалтып алады. Бұл тұста өте жақсы көмектесетін бір техника бар. Дәл осы техниканы дұрыс орындап шыққан адамдардың көзі қайта жана бастайды. Бұл техника сөніп қалған сенімдерді қалпына келтіреді. Адамға үлкен күш, шабыт береді. Кәдімгідей үзілген үміттерді жалғайды деуге болады. Тек мен айтқан дүниені бірге-бір орындасаңыз болғаны. Жетістіктеріңізді тізіп жазыңыз. Бұл жердегі жетістік дегеніміз тек ауыз толтырып айтатын үлкен биіктіктер емес. Өзіңіз байқай бермейтін барлық майда жетістіктеріңізді де еске түсіріңіз. Тіпті кейде үлкен жетістіктердің өзі ескіріп, есіңізден шығып қалған болуы мүмкін. Ең кішкентай деген жетістіктеріңіздің өзін тізбектеп шығыңыз. Жалпы саны 77 болу керек. Әрине, бұл саннан асып кетсеңіз болады. Ең бастысы 77-ден аз болып қалмау керек. Мүмкін сіз 1 жасқа толмай жатып жүріп кеткен шығарсыз. Мектеп оқып жүргенде сыныптағы ең әдемі қызды қаратқан шығарсыз. 10 жасыңызда өз еңбегіңізбен 10.000 теңге тапқан шығарсыз. Мектепте концерт жүргізген болуыңыз мүмкін. Талай кештерді өзіңіз ұйымдастырған боларсыз. Студент кезіңізде достарыңызбен бірге тұратын пәтерді сіз тапқан шығарсыз. Осының барлығы жетістік. Есіңізге түсіріңіз. Сіздің басыңыздан талай қызық оқиғалар өткені анық. Жетістіктеріңіздің де көп болғанына сенімдімін. 10-шы үйлесімділік шеңбері техникасы. Біздің көпшілігіміз айтып жүретін выгорание деген дүние бар. Бір мақсаттың артына түскен кезде үздіксіз әрекеттің салдарынан адам жанып кетеді. Өмірдің басқа аспектілеріне көңіл бөлмегендіктен адамның өмірінде хаос пайда болады. Яғни баланс сақталмағандықтан табиғат заңдылығының өзі бұзыла бастайды.
Себебі өмірде бәрі бір-біріне байланысты. Адамның организмінде бір дене мүшесінің жұмысы бұзылса, немесе мүлде істен шықса, ол басқа дене мүшелеріне де тікелей әсер етеді. Басқа да аурулар пайда болуы мүмкін. Тізбектеп көрейік. Бүйрек 24 сағатта қанды 300 ретке дейін тазалауға күші жетеді. Сонда күніне шамамен 1500 литр қанды өткізіп тұрады. Артық сұйықтық пен зат алмасудан қалған токсиндерді шығарады. Сондықтан да бүйрек ауруына шалдыққандар уақытылы емделмесе, жүрек қан тамыр ауруларына шалдығады. Бүйрек жұмысы бұзылса, ағзаға жиналып қалған токсиндер мидың дұрыс жұмыс істеуіне кедергі келтіреді. Бұл есте сақтау қабілетін нашарлатады. Бастың жиі ауруы мен айналуына әкеп соғады. Қан қысымының көтерілуіне әкеледі. Бүйрек жұмысының нашарлауының салдарынан адам анемияға шалдығады. Бүйрек әлсіздігінен бас ауруы, ұйқының бұзылуы, мидың шаршауы пайда болады. Ой да үнемі бөлініп кете береді. Әйел адамдардың ішкі секреция жүйесі әлсіреп, бүйрек үсті безінен адреналин бөлінуі азайып, денедегі зат алмасу процесі бұзылады. Ол артық май жиналуына себеп болады. Тез қартаюға алып келеді. Ісіну, цистит секілді созылмалы ауруларға ұшыратады. Бір ғана бүйрек ауырса, адам ағзасында осындай өзгерістер болып жатады. Адамның өмірін де осы организм сияқты қарастыруға болады. Ол да денсаулық, отбасы, махаббат, шығармашылық, карьера, жеке даму, хобби, демалыс, саяхат секілді бөлімдерден тұрады. Егер осы жердегі бір пункт ақсайтын болса, ол басқа пункттерге де тікелей әсер ететін болады. Өмірдің сапасы кәдімгідей нашарлайды. Сондықтан қазір төмендегі шкаланы толтырып шығайық. Дәл бүгінгі сіздің өміріңізді құрап тұрған аспектілерге 1-ден 10-ға дейін қандай балл бересіз? Тек жұмыс деп демалысты не денсаулықты ұмытып кеткен жоқсыз ба? Немесе көп ақша табудың қамын жасап, араласатын ортаңыз бен тұлғалық дамуыңыздың сапасы нашарлап кетпеді ме? Бүгінгі күн, дәл қазір өміріңіздің үйлесімділік шеңберіне қандай баға бересіз? Өміріңіздің барлық сферасын сәйкестендіріп, сапасын арттыру үшін қандай жоспарыңыз бар? Отбасы, жеке өмір бағыты бойынша, ортаңыз бойынша, денсаулық бағыты, өміріңіздің жарқын бояулары секциясы, тұлғалық даму бағыты, рухани даму, шығармашылық бағыты, карьера, бизнес бағыты бойынша. 11. Шүкіршілік күнделігі техникасы. Шүкір етсеңдер арттыра беремін. Алла тағала Құранда осылай дейді. Кейде біз жоқ жердің барлығы қызық сияқты болып тұрады. Біз жетпеген дүниенің барлығы күшті секілді. Шын мәнінде біздің осы өміріміздің өзін біз кезінде армандадық қой. Мысалы, мектеп оқып жүрген кезімде маған Алматыға оқуға түсу, үлкен қалаға бару кәдімгідей бір қол жетпейтін арман көрінетін. Қазір осы қалада тұрып жатырмын. Тек Алматының деңгейінде ғана емес, шекара асып та білім алып жүрмін. Қазір маған бұл қалыпты көрінгенмен, бала кезімдегі үлкен қиялдарымның бірі еді ғой. Студент болып жүрген кезде жылы үй, тұрақты баспана дегеннің өзінде армандадық. Бәрібір үйдің жылуын, ыстық тамағын аңсайсың. Шүкір, қазір менің үлкен қалада шаңырағым, өзімнің отбасым бар. Бұл да бір қалыпты дүние секілді болып көрінгенмен, кезінде іштей бір алыс көрінген арман болды ғой. Сол секілді өзіңіздің қазіргі жағдайыңызға бір көз жүгіртіп көріңізші. Бүгін қолыңызда бар дүниенің өзін кезінде армандаған жоқсыз ба? Әлі жұмыс істеп көрмеген, табыссыз, тәжірибесіз кезеңіңізде 100 000 теңге айлықтың өзі күшті болып көрінгені рас қой. Жатақханада тұрған кезде пәтерге шығып, еркін болуды армандаған жоқсыз ба? Бүгінгі қолыңызда бардың барлығы сіздің іске асып кеткен ойларыңыз, қалауларыңыз. Адамның болмысы бір белеске шыққан кезде келесі тауда армандап тұрады. Бірақ сіз қазір бір аялдап, осы барыңызға шүкірлік етіңізші. Сізге сұратпай-ақ берілген денсаулығыңыз, 2 көзіңіз, 2 қолыңыз, аяқтарыңыз үшін шүкіршілік етіңіз. Сәттілік серігіңіз болып, жолыңыз болып кеткен сәттеріңіз үшін шүкір деңіз. Бүгін қолыңызда бар дүниеге де, жоқ дүниеге де шүкір айтыңыз. Жоққа да ұмтыла беруден алдын барыңызға қуана білуді үйренейік.
Шүкіршілік күнделігін жазуды күнделікті әдетке айналдыруға болады. Аз уақыт өтпей-ақ өміріңіздің қалай қуанышқа, ашық түстерге тола бастағанын өзіңіз де байқамайтын боласыз. Әрі жақсы ой, жақсы дүниелерді тартады. Өзіңізге, өміріңізге деген көз қарасыңыз өзгеріп, көңіліңіз тола бастайды. Миыңыз негативке емес, позитивке қарай жұмыс істейді. 12. Идея генераторы техникасы. Әлемді идеялар өзгертеді. Бүгінгі ғылымның барлық жетістігі кезінде бір ғана идеядан пайда болған. Сізде де талай идея бар екені анық. Ойыңызға келген кез келген идеяны іске асыруға болады. Мүмкін емес деген дүние жоқ. Мүмкін болған соң ғана ол идеяны сіздің миыңыз тудырып жатыр. Бұл техника мидыда біраз жаттықтырады. Ережесі қарапайым. Күнде 10 идеяны қағаз бетіне түсіресіз. Кез келген 10 идеяны жазасыз. Бірақ кешегі идеяларға көз жүгіртіп қарауға болмайды. Күнделікті қайталанбайтын жаңа идеяны дүниеге келесіз. Адамды шабыттандыратын, әлемді жақсы жаққа қарай өзгертетін идеялар осылай туады. Бұл техниканы әдетке айналдыру керек. Әзірге осы жерге идеяларыңыздың алғашқы 10-дығын жазып кетіңіз. Менің гениальный идеяларым. 13. Нетворкинг техникасы. Сіздің бір жылдан кейін кім болатыныңыз бүгін оқыған кітабыңызбен араласатын ортаңызға байланысты. Қазір аға көкемен ақша шешетін заман емес, бірақ ортаңыздың кеңдігі мен араласатын адамдарыңыздың көп болуы сізге қаншама жаңа есіктерді ашады. Сондықтан барлық сферада жан-жақты таныстарыңыз болғаны өте пайдалы. Адамдарды бөліп жүрмеңіз. Қарапайым дүкендегі сатушының, офисіңіздегі күзетші ағайдың, шахтада жұмыс істейтін жұмысшының, әкімшілікте кадастр болып жұмыс істейтін маманның да көмегі тиіп қалуы мүмкін. Жалпы жаңа таныстыққа ашық болыңыз. Бөлінгенді бөрі жейді деген бар. Көптің ортасында жүрген адамның барлық жағынан жолы ашық болады. Бұл техниканың мәні күн сайын жаңа 3 адаммен танысу. Оның кім екені, қай жерде танысатыныңыз маңызды емес. Есімі кім, немен айналысады, телефон номері. Осы 3 фактор туралы біліп, ақпарат алмасып үлгеріңіз. Үзбей жасайтын болсаңыз, бір жылда сізде 1000-нан аса жаңа таныс пайда болады. Біздің ортамызды құрайтын кімдер? Өзіміз барып араласқан адамдардың саны тым аз ғой. Ортаңыздың 80%-нан көбі тағдыр қосқандар. Сыныптастар, группаластар, көршілер, әріптестер, туысқандар. 14. Орта техникасы. Бүгін өзіңіз араласқыңыз келетін адамдардың тізімін жазып шығасыз. Дос болып кіммен араласқыңыз келеді, кіммен жұмыс істегіңіз келеді. Сол адамдардың нақты тізімін жазасыз. Миыңызға нақты тапсырма берілген соң, көп ұзамай осы тізімдегі адамдарға қолдарыңыз жетеді. Мен араласқым келетін, жұмыс істегім келетін тұлғалар. 15. Осы жылдың 10 мақсаты. Бүгін осы жылға арналған 10 негізгі мақсатыңызды жазып шығыңыз. Бұл жерде ескеру керек дүние бар. Мақсаттарыңыз төмендегі 4 шартқа сәйкес келу керек. 1. Миыңыз сенетін, өзіңіз қатты қалайтын. 2. Уақытпен өлшенген. 3. Көлемі, түрі, түсі секілді барлық сипаттамалар бар, нақты. 4. Сізге күш беретін, шабыт сыйлайтын. Егер сіздің мақсаттарыңыз осы критерийлерге сай келіп тұрса, сөзсіз орындайтыныңыз анық. Ең бастысы, әр мақсатыңызды жазар кезде осы 4 пунктке сәйкес келуін қадағалаңыз. Бұл техниканы арнайы ақ қағазда орындаңыз. 16. Болашақтан бүгінге техникасы. Жазудың пайдасы туралы өткен бөлімдерде арнайы тоқталдым. Адамға көмектесе алатын ең жақсы психолог өзі. Біреу келіп сіздің жаныңыздың жарасын емдей алмайды. Өзіңізге өзіңіз көмектесуді қолға алған кезде ғана ем қонады. Бөтен адам келіп, ішкі шабытыңыздың қайнар көзін оятып бере алмайды. Сізге ең күшті мотивацияны өзіңіз ғана бересіз. Ешкім сіздің қорқынышыңыздан толық арылтып бере алмайды. Қорқыныштарыңызды тек өзіңіздің көмегіңізбен ғана жеңе аласыз. Өміріңіздегі барлық дүниенің бастауы өзіңізде жатыр. Сондықтан өзіңізбен жұмыс істеуді тоқтатпаңыз. Бұл техника сіздің жігеріңізге жігер, шабытыңызға шабыт қосады.
Өзіңіздің бұл өмірдегі ең үлкен қолдаушыңыз ол сіз. Қазір басыңыздан қандай жағдай өтіп жатса да, қандай сынақ келсе де, қандай кедергіге тап болсаңыз да ұмытпаңыз. Барлығы жақсылыққа. Тек қана алға қарай әрекет қылуды тоқтатпаңыз. Бүгін біз 10 жылдан кейінгі өзіміз қалаған, өзіміз армандаған образымызда отырып, дәл бүгінгі күнге хат жазамыз. Алдымен ол образға еніп алыңыз. 10 жылдан кейін сіз қайдасыз, кімсіз, қолыңызда не бар, қандай жетістіктерге жеттіңіз, үстіңізде қандай киім бар, қай жерде отырсыз. Осының барлығы орындалып қойғандай сезініңіз. Сол сезіммен отырып, дәл бүгінгі өзіңізге хат жазыңыз. Мысалы, 10 жылдан кейінгі азамат қандай? Ол не үшін алғыс айтады? Мүмкін бүгінгі азаматқа берілмегені үшін, дұрыс таңдаулар жасап, дұрыс әдеттер қалыптастырғаны үшін алғыс білдіретін шығар. Тиімді қабылданған шешімдер мен үздіксіз жасаған әрекеттері қандай нәтижеге жеткізіпті? Не үшін өкінеді? Саған қандай кеңес берер еді? Шектеу жоқ, формула жоқ. Ағыңыздан жарылып, жазып шығыңыз. Соңынан бір рет оқып, жазғандарыңызға, бүгінгі әрекеттеріңізге анализ жасаңыз. 17. Арнайы уақыт техникасы. Өткен күндерде біз үйлесімділік шеңбері деген техниканы толтырдық. Сол шеңбердегі ең маңызды бөлімдердің бірі жеке өмір және отбасы. Отбасыңызға, жақындарыңызға қаншалықты көңіл бөліп жүрсіз? Біз үнемі бір нәрсеге асығамызда жүреміз. Бірақ осы бітпейтін тіршіліктің арасында жүріп, жақындарымызға көңіл бөлуді ұмытамыз. Ата-анаңыз қартаяды, балаларыңыз өсіп кетеді. Сіз де қайтадан дәл осы кездегідей жас, еркін болмайсыз. Сондықтан дәл қазіргі сәт ең ыңғайлы уақыт. Таусылмайтын тірліктің арасынан уақыт табу қиын болса, осыны да әдетке айналдырыңыз. Қазір адамдардың қасында жай ғана болу жеткіліксіз. Азырақ уақыт болса да жанында болғанда көңіл бөлу, сапалы уақыт өткізу маңызды. Сондықтан отбасыңызда арнайы уақыттарды ұйымдастырыңыз. Студент болсаңыз, күнде кешкісін ата-анаңызға хабарласып, жағдайын сұрап қоюды әдетке айналдырыңыз. Күн сайын таңертең хабарласып, үлкендердің батасын алуды да әдет қылып алсаңыз болады. Демалыста үйіңізге барғанда отбасыңыздың әр мүшесіне жеке-жеке кемі 1 сағаттай уақыт бөліңіз. Отбасыңызбен бәріңіз бірге өткізетін уақытты алдын ала әдемілеп жоспарлап барыңыз. Отбасылы болсаңыз, әр аптаның бір күнін жұбайыңызға арнаңыз. Бір күніңізді толық арнау тым көп болса, бір таңғы астың немесе кешкі астың уақытын бекітіңіз. Екеуіңіз ғана оңаша уақыт өткізіңіздер. Жай ғана серуендеуге болады, киноға барыңыздар, әңгіме айтып, кофе ішіп қайтыңыздар. Жұбайлар бар, әңгімесі таусылған, ал махаббат таусылмайтын әңгіме деп Мұхтар Шаханов айтқандай, ерлі-зайыптылардың ортақ қызығушылықтары, ортақ әңгімелері болғаны маңызды. Ол қазан ошақтың, бала-шағаның айналасынан тыс, екеуге ортақ қызығушылықтар болу керек. Арадағы гармония, балансты сақтап отыру үшін, әрі тұрақты көңіл бөлу үшін бұл үрдісті де әдетке айналдырып, бекітіп алу керек. Біздің үйде еркектер күні деген арнайы күн бар. Бұл күнді ұлдарыммен өткізем. Алдын ала жоспарлаймыз. Аптасына 7 күн, 24-те 7 қасында бола алмасам да, аптасына бір рет сапалы бөлген уақытым қарым-қатынасымызды кәдімгідей бекітіп жақсартады. Балалармен де бір толқында боламын. Олар да маған жақын болып өседі. Әрі ұл бала әкесіне қарап өсетін болғандықтан, олардың тәрбиесі үшін еркектер күнінің әсері зор. 18. Табыстың 25 каналы техникасы. Қазір бір диплом алып, өмір бойы сол мамандық бойынша жұмыс істейтін уақыт емес. Тұлғалық даму, жан-жақтылық пен жылдамдық бүгінгі күні басты назарда. Біздің миымыз жақсы дүниеге тез үйренеді, бірақ оның мүмкіндігі біз ойлағаннан да жоғары. Сол секілді қазір табыс табудың да жолдары көп. Біз білетін, ақша әкелетін үйреншікті әдістерден бөлек, миымызды қозғасақ, жаңа каналдарды да ойлап табуға болады. Ең алдымен өзіңіз қазір ақша тауып жүрген жолдарды анықтап жазып шығыңыз. Одан кейін бұрын мүлде жасап көрмеген, қолданып көрмеген ақша әкелетін 25 істің көзін табыңыз. Бұл тапсырма сіздің логикалық ойлау жүйеңізді дамытады. Өзіңізді тезірек тануыңызға көмектеседі. Мысалы, сіздің ақындық қабілетіңіз бар делік.
Бірақ ешқашан бұл қабілетіңіз сізге ақша әкелмеген. Ал бұл қабілетті монетизациялауға бола ма? Әрине, жан-жақты жолдарын қарастырып көру керек. Әнге сөз жазып, немесе тойларға бата, тілек, өлең жазу арқылы өз қызметіңізді сата аласыз. Сіздің коммуникацияңыз мықты, таныстарыңыз көп болса, бұл артықшылықты да табыс көзі ретінде қолданып көруге болады. Мысалы, вакансиялар чатын ұйымдастырып, маман таппай жүрген таныстарыңызға кеше ғана жұмысынан шыққан досыңызды ұсына аласыз. Арнайы мамандарды тауып беретін агенттік ретінде құрылып, сол бағыт бойынша жұмыс істесеңіз де болады. Тағы бір жолы, университеттегі белсенді студенттердің, жұмыс іздеп жүрген жастардың тізімі болса, оларды оқытып, дайындап, сату менеджерлері керек компанияға дайын команда құрып бере аласыз. Мамандығыңыз педагогика, мектепке дейінгі оқыту салаларын қамтыса, арнайы бала күтушісін тауып беретін агент болыңыз. Журналист болсаңыз, танымал болғысы келетін, эфирге шығып, жеке брендін дамытқысы келетін адамдарға баққа қарай шығуға көмектесіңіз. Бір группаласыңыз сайтта, енді бірі телеарнада, тағы бірнешеуі газет-журналдарда жұмыс істеп жүр. Одан бөлек осы салада жүрген соң әріптестеріңіз де көп. Олардың әрқайсысы сіздің қонақтарыңыздың кейіпкер болуына көмектесе алады. Қолыңызда қандай мүмкіндік бар, қолданып көріңіз. Ең бастысы, ешкімнің ала жібін аттамасаңыз болды. Табыс табудың жаңа 25 каналын тауып, ойланып, жазып шыққанша, миыңызда талай бизнес идея пайда болатыны анық. Мүмкіндіктердің көп екендігіне көзіңіз жеткен сайын, шабытыңыз да ашыла түседі. Ең бастысы, бүгін осы тапсырманы міндетті түрде орындаңыз. 19. Маған арналған күн. Бүгінгі күнді жоспарлы түрде өзіңізге арнаңыз. Бұл күнді демалыс күндерінің біріне жоспарласаңыз болады. Ең басты фокус өзіңізде болу керек. Армандарыңызды жаңадан жазыңыз. Мақсат жоспарларыңызды реттеңіз. Кітаптарыңызды аяқтаңыз. Көптен бері барғыңыз келіп жүрген жерге барыңыз. Ол монша, массаж немесе салон болуы мүмкін. Соңғы рет қашан паркте саяхаттағаныңыз есіңізде ме? Ендеше өзіңіз тұратын қаланы аралаңыз. Ең бастысы, жан қалауыңызға сай, сізге қатысты әрекеттерді жасаңыз. Бұл сіздің уақытыңыз. Өзіңізге арналған күн. Ең бастысы, маған арналған күн екен. Өзім білемін деп, тек қана төсекте жатпаңыз. Демалғыңыз келсе, басқа да нұсқаларын қарастырып көріңіз. 20. Смарт жоспарлау. Өткен бөлімде смартер әдісімен таныстық. Бүгін осы әдіс бойынша жоспарларыңызды жүйелеп, реттеп шығыңыз. Арнайы уақыт бөле отырып, асықпай әр пунктке сай келетіндей етіп жазыңыз. Бұл тапсырманы арнайы қойын дәптеріңізге немесе өзіңізге ыңғайлы жерге орындасаңыз болады. 21. Өзіммен 2 сағат техникасы. Бүгін 2 сағат уақыт бөліп телефонсыз, кітапсыз, жұмыссыз, ешкіммен сөйлеспей, тек қана тыныштық халінде болыңыз. Бұл 2 сағатта жүруіңізге болады. Музыка тыңдамай, ештеңеге алаңдамай, телефонға қарамай тек қана жүресіз. Жазуға да болмайды. Өзіңізбен өткізетін 2 сағатты тек тыныштықта өткізесіз. Біз күнделікті күйбең тіршілікпен өзімізді тыңдауды ұмытып кетеміз. Қазір бәріміз асығыспыз. Күн артынан күн өтіп, тоқтамай әрекет етіп жүрген күндерде өзімізді жоғалтып алмай, ішкі даусымызды тыңдай алуымыз өте маңызды. Өзімен гармонияда болған адам ғана өзін толыққанды сезінетін болады. Ойларыңызбен, шынайы өзіңізбен оңаша қалып көріңіз. 2 сағаттан кейін түйгеніңізді, ойыңызды қағазға түсіріп, өз-өзіңізге есеп берсеңіз болады. Бұл техниканы мүмкіндігінше жиілікте қайталап, қолданып тұрыңыз. Сенім. Адам болған соң бәріміз жақсы өмір сүруге тырысамыз. Қазіргіден қарағанда мықтырақ, қазіргіден қарағанда ширақ, табыстырақ, танымалырақ, бақыттырақ болғымыз келеді. Даму үстінде жүрген кезде өмірдің барлық салаларында баланс сақтай алу керек. Бізді құрастыратын, бізге әсер ететін факторларды ескермеуге болмайды. Бір адам, бір әлем. Адам өміріндегі маңызды салалары реттеліп, үйлесімділік тапқан кезде оның өмірінде, әлемінде де гармония орнай бастайды. Бұл кітапта біздің өміріміздің ажырамас бөлігі болып кеткен, бірақ біз жіті мән бере бермейтін кей тақырыптар ашылып жазылды.
әдет қалыптастыру, ұйқы, спорт және тұлғалық даму тақырыптарын қамтыдым. Мұнда жинақталған әр білім, ақпарат үздіксіз ізденістің жеке талдауға келген, алдымнан өткен 5000-нан астам адаммен атқарылған жұмыстың тәжірибесінен құрастырылды. Роза болған соң мықты емес. Оның иісі әдемі болғаны үшін ол роза дегенді естігенде ойланып қалып едім. Расында адам алдымен өз табиғатымен болу керек. Бірінші көп ақша тауып алайын, содан кейін бай сияқты өмір сүремін деген идея жарамайды. Керісінше, сіз бай сияқты өмір сүріп бастаған кезде сізге ақша келе бастайды. Графигім уақытылы ұйықтауға мүмкіндік бермейді деп сылтау айтпаңыз. Сіз ұйқыңызды дұрыстап бастаған кезде графигіңіз де реттеле бастайды. Уақытылы жүретін адам болғыңыз келсе, қағазға миллион рет «мен ұқыпты, уақытылы жүремін» деп жазсаңыз да орындалмайды. Әрекеттеріңізді, әдеттеріңізді практика жүзінде өзгерткенде ғана сіз ұқыпты, пунктуальный адам боласыз. Өзіңізбен жұмыс істеуге желкеңіз жар бермей жүрсе, алғашқы қадамдардан бастап кетіңіз. Сіз даму жолына түскен кезде генератор әдеттер теориясы іске асып, бір жақсы дүниенің артынан келесісі тартыла бастайды. Көрдіңіз ғой, барлығы ең алдымен өзіңізден, сіздің қабылдаған шешімдеріңізден басталады. Бұл әлемдегі басты кейіпкер сен, басқа ешкім емес. Өміріңіздегі басты кейіпкердің дұрыс әдеттер қалыптастырып, ұйқысын реттеп, спортпен айналысып дамуына көмектесу арқылы салауатты қоғам қалыптастыруға өз үлесімді қосамын деп үміттенемін. Берілген ақпараттарды оқып қана қоймай, іс жүзінде қолданыңыз. 21 күндік практикалық тапсырмаларды жүйелі орындап, өзіңізді танып, өміріңізді реттеуді бастаңыз. Сіздерге деген сеніммен, Азамат Скаков.